Айттым ғой мен саған по-любому ұтыласыңдар деп. Сен мен всегда көлеңкемде жүресің. Сол үшін ұтам деп ойламай қойыңдар. Көлеңкеңнің өзі түнде жоғалады. Сен де бір күн жоғаларсың. Аян, бұл мектепті бітірмейінше сен менен құтылмайсың. Асасын бір блок коланы тездетіп әкеп тастаңдар. Спорттан да, футболдан да ұтылдыңдар ғой. Уайымдамаш, балдар апарып тастайды қазір. Все, хорошо. Класста күтеміз. Жеттер, Аянның балдары бір блок кола әкеп тастайды. Мен өз атымнан суши пицца заказывать қоямын. Қыздар, класста күтеміз. Бірінші біз кіреміз. Кет, кинолайсық. Пойди, мен ойлағанға көтеріп тебем деп ше. Пойди, дұрыс білмей қалды ана жерде. Бірақ по-любому гол кірді ғой. Ничего, жеңіс пен жеңіс бірге жүреді ғой. Бүгін жолымыз болмады, келесі точно біз ұтамыз. Бұлай болмайды ғой. Олар да жеңілсің бір күн сезеді. Бүгін де сезетін еді, егер сен қақпаға гол жібермегенде. Отырып тұрған жер еді. Оған дейін қаншама себеп жасадың? Че олардың бәрі ұмытылып кете ма не? Қоя сал, Расул. Ол барлығымыздың кінәміз ғой. Кім гол жіберді, сол төлесін. Жарайды, мен ақ төлей салайын. Менің кінәм ол барлығы. Не только сенің кінәң, барлығымыздың кінәміз ол. Давай барлығымыз бір блок колы ақшасын шығарамыз. Давай. Беттеріңе жаным байланам, ұнаттым сені жай ғана. Баскетті саған айнала, айнала, жаным айнала. Сенің қолдарыңды ұстап ал, арнадым саған күй табақ. Қолымда қызыл гитара, гитара, жаным гитара. Күлгеніңде нұрлы бейнең жаным сүйгімді. Күнде түнде ұрлап алдың менің ұйқымды. Күлгеніңде нұрлы бейнең жаным сүйгімді. Күнде түнде ұрлап алдың менің ұйқымды. Сиқырлы сенің сиқырлы күй табақ. Сүйкімді сенің сиқырлы көр күй табақ. Сиқырлы сенің сиқырлы күй табақ. Сүйкімді сенің сиқырлы көр күй табақ. Көктен түскен періштен, не деген нәрсем, не деген көркем тек сен. Сенімен тек мен, жүрегімнің бір бөлігі төрттен. Көктен түскен періштен, не деген нәрсем, не деген көркем тек сен. Сенімен тек мен, жүрегімнің бір бөлігі. Как раз келдің, киіміңді ауыстыр, жүр бізбен бірге шығып кет. Қаяққа? Қайғасы несі бүгін? Рахат ағаңның туылған күні. Сол жаққа бара жатырмыз құттықтауға. Қайдағы аға? Ол менен бір ағайға үлкен. Сосын мен бармайым, сабақтарымды оқуым керек. Қашанғы сабақ деп отыра бересің? Жүр, бізбен бірге сыйлығыңды беріп кіріп шық. Мен бағана мектепте беріп қоғам сыйлықтарын. Қой, ұят болады балам. Сосын өшір мұнан. Атаң келеді, әжең келеді. Жүр бізбен. Дайынсыздар ма? Қызыңды киіндірдің ба? Мен такси келіп тұр, таксиді күтем. Осы киіммен бара салам мен. Туған күніңмен ал, бағана мектепте құттықтайын деп отырмын. Ұмытып кетсең де қақпаға гол жіберіп, сыйлық сыйлап қойдым. Ладно, кел отыр. Қалайсыздар, амансыздар ма? Шаралар жақсы ма? Аллаға шүкір, ақырындап жүріп жатырмыз. Тіршіліктеріңіз қалай болып жатыр? Былтырға қарағанда биыл объемымыз 20%-ға өсіп, жақсы болып тұр. Менде де былтырғы өнімге қарағанда биылғы өнім 25% өсіп. Біздің бала Нұрдәулет 9 мамыр жеңіс күнінде патриоттық сайысынан бас жүлдені жеңіп алды. Жарайсың. Ой, балам, мына саған 2000 теңге байғазын ау. Рахмет аға. Енді мына 2000 теңге өнер адамына не болсын? Мен бір 5000 теңге берейін, ма бала? Рахмет аға. Ера, шынымен 5000 теңге аздық қылады. 10 000 теңге берші.
байғазыға. Рахмет тәте. Енді әлгі Каспий Голд бар ма? Бар. Сол Каспий Голдқа мен бір 20 мың теңге аударып жіберейін. Кеш отыр, айналайын, өзім аударайын. 20 мың теңге. Мә, футболдан да ұтылдым. Еще жаяу кетіп баратқанды қарашы. Вообще жолым болмай қойды ғой бүгін. Не болды сонша? Бір-біріңізбен жарысып. Күнде болса суып кетті, ең болмаса таксимен қайтатын 1000 теңге алып қалмадыңыз ба? Енді мынау жүрсім жаяу қайтып. Тәуекел, арасында жаяу жүрген денсаулыққа да пайдалы. Оппана. Әшенде сабаққа кешіп кетіндер кешіп отырмысың ғой. Кеше түнімен сабақ оқып кеш ұйықтағам. Ничего, ондай ханның қызында да болып тұрады. Жүр тез керек, а то охранник кіргізбей қояды. Давай. Как раз сабақтың басталуына 1 минут қалыпты. Кім бірінші жетеді? Көрейік. Давай. Бұл жолы ұтылмайм мен. 1. Аян тоқта. Неге ішіп кетсің? Не болды ағай? Сағат 9 болды ғой. 9-дан кейін мектептің заңдылығы бойынша 9-дан кейін ешкімді кіргізуге болмайды. 5 секунд қана кештім ағай, кіре берейінші. Жоқ, болмайды. Бір жолға ғана ағай. Тұра. Жаңа тикток түсіргенмін ғой, нарсай. Аян, күшті ме? Күшті ғой ағай. Күшті ме? Күшті түсіргенсіз ғой. Болды. Келесі кешікпей, ама? Кіргізуге келесі. Давай. Жігіттер, қыздар, қарап жүріңдерші. Телефон сала тұршы. Класстастар, кеше футболда ұтқанымыз білесіңдер. Енді бізде қалған тек қана 1 конкурс. Вот сол конкурсты ұтсақ, мектептегі ең үлкен класс боламыз. Келесі конкурс әннен жарыс емес па? Ол болса біз үшін изи ғой. Мен тұрғанда ештеңеден уайымдамасаңдаршы. Жеңіс менің қолымда. Қыздар, жігіттер, қалайсыңдар? Рахат, қалай жүрді? Жігіттер, есіңдер ма? Біздің мектепке итто біздің классқа новойдан әдемі қыз келіпті ғой. Оны қақтан білдің? Сол бағана сабақтан кешіккен үшін директор шақыртып алған. Сөйтсем жаңа қыз құжаттарын өткізіп жатыр екен. Жігіттер, естуім бойынша Алматыдан келіпті. Алматы. Бәсе, қайда мелі қалды десем? Онда біздің классқа келсе ұстап алу керек дейсіңдер ғой. Рахат, жаңа қыз артында келе жатқан. Кеттік күтіп алайық та. Жүр. Нормально, негізі бір бөлмені. Арамызда 1 метр, көз алдымда мазасыз келбет. Шаршаттың ой келкет, бас тартып соңынан қаждет. Өткені түсіріп еске. Болсын, дұрыстап қарасай. Что-то кезекке тұрасың ғой, өзің ұстап алдың сияқты. Саламатсыз Ағайла апай, новидан кейін қыз таныстырып әуре емекпіз, классқа барып өзін таныстыра салам. Саламатсың Рахат. Мен неге әуре болады екем? Біріншіден бұл қыз сендердің класстарыңда емес, А классында оқитын болған. Апай, 10 А емес, 10 Қ деңіз, 10 құрақтар ғой, классына бір ретте шыққан жоқ. 10 А? Апа ол жақта бәрі ботаниктер өз абалып қалған. Міне, сол себепті де мен сол классқа алып бара жатырмын. Сендер сияқты болмайтын нәрсемен айналыспай, сабағын оқысын. Апай болмайтын нәрсе емес қой, қайта біз емес па, постоянно мектептің абыройын көтеріп жүрген. Болды. Көп сөйлей бермей класстарыңа кіріңдер. Қоңыраудың соғылғанына қанша уақыт болды? Қазір апайларың да келеді. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қалайсыздар? Отырыңыздар. Сіздердің сыныптарыңызға жаңадан оқушы келді. Есімі Анел, Алматыдан ауысып келді. Сіздердің сыныптарыңызға әдейі жіберіп отырмыз. Сол себепті де жақсы тіл табысып кетеді деген ойдамыз. Анел, Бағнұр апай, Анелдің жауапкершілігі сіздің мойныңызда. Қош келдің, Анел. Қайтадан өзіңе бара алмай, күнде өзіңді ойлай, жүрегіме сен жара салма олай. Өзіме тартам өзіңді, кінәлаймын оған өзімді, махаббатымыз қалайша үзілді.
басқалардан бөлек өзіңсің маған керек, жанымда жүрмейсің, айтшы саған не керек, не керек.